Сәлеметсіздер ме? Түскі асқа не дайындаймын деп отырсаңыз, онда менің картошка тамағымды жасап көрсеңіздер болады. Ең бірінші қазанға май құямыз. 5-6 қасықтай май құйып, үлкен қасықпен мен сияқты тауық етін салуға болады. Тауық етін салып, ысып қайнап тұрған майға әбден қуырамыз қызарғанша. Бір 5 минуттай, 6 минуттай қуырып болған соң, майдалап, пиязымызды турап, пиязды қуырамыз. Оны және пиязымыз өлгенше 5 минуттай қуыруға болады. Әбден пиязды, етімізді қуырып болғаннан кейін томат немесе помидор турап салсаңыздар болады. Мен мына жерде өзімізге істегендіктен томаттан гөрі помидор қосқанын жақсы көрем. Азғантай ғана қылып помидор қостым. Және оны да 2-3 минут қуырып аламын. Араластырып тұрамыз. Өйткені неғұрлым етіміз бен пиязымыз қуырылған сайын тамақтың да дәмі әдемі болады. Бірақ қатты күйдіріп жібермеу керек. Газдың астын міндетті түрде басып отыру керек, жай қоюымыз керек. Егер қатты болса күйіп кетуі мүмкін. Одан соң мен тұзды қостым. Тұзбен қоса қуырған жақсы көрем. Сосын укроп, приправа қосуға болады, дәмдеуіштерді. Сөйтіп оны тағы да 1-2 минут тағы да қуырамын. Осыларды қуырып жатып, мен 3-4 үлкендеу картошка ашып қойдым. Яғни мен 4 адамға лайықтап істеймін, ол бізге жетеді. Қазанды ашып, жауып, су құйып, арасында қозғап тұрамын, өйткені су тартылып қалмас үшін. Сөйтіп 15-20 минуттай суға етті пісіріп аламыз. Енді менде тауық еті болғандықтан тез піседі. Артынан өзіңіздің қалауыңыз бойынша картошканы турап саласыз. Мен ұзынша етіп соломкаға турадым. Үстіне қара бұрыш септім. Сөйтіп қазанды бір 20-25 немесе 20-25 минутқа бетін жауып өте баяу отта қоямыз. 20-25 минуттан кейін менің тамағым дайын болды. Тамақты тарелкаға әсемдеп салып, қасына салаттар қойып берсеңіздер болады. Каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.